Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізді кезекті сұхбатымыз. Қонақта менің фиксиктерім Тоғжан мен Ердана. Ердана, Тоғжан, өздеріңіз таныстырып кетсеңіздер, сөз кезегі өздеріңізде. Кім бірінші бастайды? Кеттік, оң қол, сол қол, бір қол. Физикада біз оң қол, сол қол, бір қол деген ереже бар. Сол бойынша Сулифаның баламатыры ғой. Ал кеттік, кім бірінші бастайды екен? Оң қол, сол қол, бір қол. Теңге тең. Оң қол, сол қол, бір қол. Сен Мен жеңсем ғой. Қайырлы күн, біріншіден. Мен есімім Қалымбек Ердана. Мен Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданынан боламын. Айқанат мектебінің 2020 жылғы түлегі боламын, бұйырса. Және де менің таңдау пәнім физика, математика. Өлтір стасының қарамағында физика пәнін оқып жүргеніме осымен 2-ші жыл болды. Жалпы хоббиларыңыз туралы, қызығушылықтарыңыз? Менің жалпы қызығушылығым кітап оқу, негізі кітап оқуға қызығамын. Өзімнің тілдік жалпы дағдыларымды дамыту үшін көбінесе кітап оқимын. Кей кездері бірақ ұмытып кетемін, бірақ та қайтадан қолға алып өзімді есімді жинап кітап оқуға көбірек құштармын. Ал хоббиларыма келетін болсам, біріншіден спорт менің өмірімде маңызды рөл атқарды, себебі денсаулықтың кепілі спорт ол. Сол үшін футболмен, волейболмен айналысамын. Және өзім бос уақытымда қолым тиген кезде гитара ойнағанды ұнатамын, хоббиім ретінде қарасам. Ән айтасыз ғой сіз? Гитарамен ән айтуым кішкене бар. Дауысы деген керемет Ердананың. Бұйыртса бітіру кешінде әндеріңіз бар, иә? Оның сөздерін өздеріңіз жаздыңыздар, иә? Иә, сөздерін осы оқушылармен, шығармашылық ұйыммен бірге жаздық. Жақсы. Тоғжан, сізде? Мен есімім Тоғжан. Мен де осы шығыс жақтан, яғни Абай облысынан боламын. Абай облысы Аягөз ауданынанмын. Осы Айқанатқа 2021 жылы келгем. Қазіргі таңда 11 сыныпта оқимын. Яғни осы жылдың түлегімін деп те айтуға болады. Енді жалпы мен осы мектепке келгенге дейін мен біраз қызығушылықтарым болды. Жүзумен айналыстым, қазақ әдебиетін оқыдым, кітаппен. Мен тек кітапты қатты оқығанмын, бірақ осы жаққа келіп онымнан да тастап кеттім деуге болады. Осыған дейін бимен айналыстым, әртүрлі сондай жақтарым болды да. Бірақ та мектепке келгеннен кейін мен қызығушылықтарым толықтай өзгеріп кетті деп айтуға болады. Өйткені мектепке келгеннен кейін менде үлкен возможностьтар ашылды. И мен садақ атумен айналыстым. Осы жаққа келіп, осы садақ ату бойынша съемкаларға түсіп бастадым. Театр жағынан өзімді көрсете бастадым. Яғни театрларда ойнадым. Көптеген қойылымдарға түстім. Сондай да бір жағдайларым бар. Тағы да бір қызығушылықтарым бірі дебат болды. Мен осы мектепке дейін дебатпен айналыспаған болатынмын. Осыған келіп қызығушылығым ашылды. Дебатпен жарыстарға бара бастадық. Осындай қызығушылықтарым болды. Содан кейін тағы да бір, яғни Айқанатқа келгеннен кейін, бізде Айқанатта кітапхана үлкен ғой. Енді ішіне кіресің де кітап оқығың келеді да бұрынғыдай. Бірақ осы жаққа келгеннен бастап, білмеймін, мүмкін 10-11 сынып оқығаннан болғаннан кейін ба, қазақ әдебиетіне көп қызығушылықты қойдым да әлем әдебиетіне көше бастадым. Осы жаққа келгеннен кейін бір хоббиім бірі мүмкін әлем әдебиетін оқу басталды деуге болады. Өте керемет. Сондай-ақ сіз жүргізуші боласыз ғой, иә? Жүргізушілік қасиетіңіз де бар ғой, иә? Негізі бар, бірақ осы жақта тек бір рет қана болдым. Осыған дейін мен постоянно основада жүргізуші болатын. Осы жаққа келіп тек бір рет қана болдым. Жақсы. Енді осы сіздердің қызығушылықтарыңа қарап мен таң қалып отырмын да. Және де сіздер физиканы да күшті оқисыздар. Сабақтан да өте жоғарғы деңгейдесіздер. Осы сабақпен қызығушылықтарыңызды қалай бірге алып жүрсіздер? Қалай бірге алып жүруге болады? Бұл видеоны көріп отырса, болашақ 10-шы сыныптарыма да, басқа оқушыларға да қызық деп ойлаймын. Яғни біз сабақ деп кетпей, қызығушылығымызды ұмытып кетпей, қалай барлығын, статика бар ғой физикадағы, тепе-теңдікте ұстауға болады. Жақсы сұрақ. Таныстыруды мен бастайын, енді осы сұраққа Тоғжан бастаса. Өз айта алмайды отырайды. Мен де сөйтіп ойлап отырмын. Енді екі нәрсені де баланста ұстау. Негізі бар ғой, мен бұны былай айтатын. Адам сабақ оқыған кезде, біз сабақты оқимыз, оған бүкіл энергиямыздың бәрін соған жұмсаймыз да. Сосын бірақ сабақ оқыған кезде біз мүмкін шаршауымыз мүмкін. Және біз хоббиді, қызығушылығымызды, біз оны біз өзіміздің істеу керек нәрсеміз ретінде емес, наоборот, сол нәрседен демалған кезде, сол нәрсе бізге демалуға көмектесетін нәрсе ретінде қарастыру керекпіз. Например, қарап тұрсаңыздар,
сабақ оқып келдім да, мен күні бойы, например, менде 4 пара болды, 3 пара болды, сабақ оқыдым, шаршап кеттім, дайындықтарым бар, НТ-ға дайындалдым, шаршадым деп солай тұрамын да. Например, бір кезде келем да кешкісін барып садақ атуға барып келуім мүмкін да. Мен сол кезде мен бүкіл например, мен садақ атқан кезде өзімнің бүкіл концентрациямды соған жұмсаймын, және сол жерден мен қалай айтсам болады, выгорание болған кезде садақ ату тоже көмектеседі адамға. Өйткені сен прям оны цельға көздейсің и соған атасың, ол цельға барып тиген кезде сен уже бүкіл нервіңді соған жұмсайсың деуге болады. Бүкіл сабақтан алған жаман энергияңды, жаман энергия аласың. Ой, сабақтан шаршаған кездегі сондай нәрселерді сонымен кетіруге болады. Тағы содан кейін, иә, қызығушылық арқылы біз шаршағанымызға компенсация жасаймыз деуге болады ғой, иә. Сондай. Сосын тағы да енді мысалы съемкалар болады, театрларда ойнаймын. Сол кездерде даже, например, соларға дайындықтың барысында сабаққа уақыт қалуы мүмкін ғой. Ол кезде тоже андай баланс ұстау керек, өйткені приоритет дейді ғой, қоя білу керек адам өзіне. Оған не маңызды, например, кейбіреуіне, возможно, творческий жақ маңызды болуы мүмкін, кейбіреуіне, наоборот, сабақ. Егер сізге сабақ маңызды болып жатса, мен соны негізі соңғы тоқсанда бірақ түсіндім. До этого мен екі жағы екі түрлі болып жүрді. Мен осыған дейін бір жылдай мен ордабасы болдым ғой. Ордабасы деген яғни орданың старостасы деп айтуға болады. Сол жерде болған кезде тоже менде екі жағында екі түрлі баланс болмай қалды. Мен в основном ордабасылыққа, творческий жаққа көбінесе жүгіріп жүрдім да, сабақ жағым қалып қалды. Сосын мен оны осы соңғы екінші жарты жылдықта, оны соңында ғана түсіне бастадым. Приоритетті дұрыс қоя беру керек адам. Егер саған сабақ маңызды ма, в будущем саған не көмектеседі, сабақ па или творчество ма? Например, біреулер болуы мүмкін, актерствоға барғысы келеді. Сол үшін маған творчество маңызды, мен театрларда ойнаймын, съемкаға барамын дейді. Жоқ, егер маған сабақ маңызды болса, сен сабаққа более-менее көріну керексің. Егер сен сабақ деп совсем сабақ оқып кетуге де болмайды, или вообще сабақ оқымай кетуге де болмайды. Яғни екеуі андай баланста болу керек, бір-бірін толықтырып отыру керек. Физикадағы статика тақырыбын білу керек деп қойыңызшы. Жақсы ертең. Жалпы маған жауап беретін қалмағанда сияқты. Кім қалдырмадыңыз? Бәрін айтып тастадым. Сіз өзіңіз қалай балансты ұстайсыз? Менікі де негізгі мақсаты, мағынасы осыған келеді, бірақ та мен өзімнің хоббиларыммен кішкене байланыстырайын. Жалпы сабақ оқыған кезде және де хоббимен айналысқан кезде біреуіне артық беріп, немесе біреуіне кем тартып қою ол дұрыс емес. Сабақты көбірек оқып қойсаң, сен адамның табиғаты сондай да, бір нәрсені көбірек істесе, ол міндетті түрде жалығады. Сол себепті сен өзіңнің мысалы хоббилермен, қызықты істермен айналысу керексің. Мысалы мен сабақ оқимын, сабақ оқыған кезде көптеген энергия жұмсайды адам. Сол энергияны қайтару үшін, кішкене көңіл күйімді көтеру үшін, келесі сабақ оқуға настрой қою үшін, мысалы кешке қарай балалармен, ұстаздармен, тьюторларымызбен көңіл көтеріп футбол ойнап келеміз. Кейде кітап оқимын, кейде гитара тартамын, және көбінесе мен бөлмеде сабақ оқыған кезде өзімнің мындай бір әдетім бар. 1 сағат немесе 1 жарым сағат сабақ оқимын, и сол кездерде мен жалыға бастаймын, шаршау пайда болады менде. И су ішіп, кішкене бөлменің жаттығуларын жасаймын. Отырып тұру, мысалы отжимание жасау деген сияқты кішкене 10 минут, 15 минут соған уақыт бөлемін де. Содан кейін маған бір энергия келгендей болады. Оны мен өзім кемел адам кітабын оқыған кезде байқадым. Жалпы қозғалыста бол деген бөлімі бар. Сол бөлімде айтады, сол 40 минут немесе 1 сағат отырғаннан кейін адамның қан айналымы кішкене қиындай бастайды. Сол кезде сен қан айналымын жүргізу керексің, миыңа оттегі бару керек. И содан кейін барып сен сабақ оқуға қайтадан бір жаңа дем ашылады сенде. Мен хоббиді осы жағынан қарастырамын. Жалпы сабақ оқимын, и кішкене энергиям азайып бастаған кезде, адам сезіп жалығып бастаған кезде, сол кезде хоббимен айналысамын. Денсаулық құндылығы десем болады. Денсаулық құндылығы. Жақсы. Мына жерде сіздің мына педагогикада ма мынандай бар, педагогика емес, білмеймін немеде, зейінді режим және зейінсіз режим деген бар, қазір сол шығып жатыр. Зейінді режим дегеніміз, яғни сіздің сабақ оқуыңыз 40 минут бойы сіздер сабақ оқисыздар. Сосын зейінсіз режим дегеніміз сіздің сотка шұқылауыңыз емес, керісінше осы дене жаттығуларын жасау екен. Мысалы сіз айтасыз, отжимание жасаймын, скакалкамен секіріп аламын деп отырсыз ғой, иә? Яғни осы бұл бізді зейінді режимнен зейінсіз режимге ауыстыра алады екен. Яғни
сіз осы арқылы сондай ақ денсаулық құндылығын да бойыңызға дарытып жатырсыз деуге болады. Жақсы, бір нәрсе қоса кетсем болады ма? Иә. Рұқсат болса. Жалпы мен тағы бір хоббиларым десем болады ма, өзімді дамыту десем болады ма, қалай айтсам болады екен. Подкаст тыңдаймын мен. Кемелдену құндылығы ғой. Кемелдену құндылығы ма? Иә, қандай құндылық екенін білмеймін, істеп жүр бірақ. Сол подкаст тыңдаймын. Мысалы менде күн тәртібінде мынандай нәрселер болады. Жұма күні бізде бір пара болады, физика болады. Физикадан өте бір жақсы бір көңіл күймен шығамын мен. Әйтеуір жұма күні бірінші пара, одан кейін пара жоқ, сабақ жоқ. И мен өзімді кішкене рухани жағынан, мәдени жағынан бір дамыту үшін подкасттар, рухани подкасттар тыңдаймын. Педагогикалық болса да. Сол сіздің айтып отырған нәрсеңізден толықтай келісемін, және де сол нәрсені көрдім мен. Ескен Бестай деген ағамыз бар, Инстаграм парақшасында, сол кісі. Яғни адам зейінді режимде ол миы қатты жұмыс жасайды, и зейінсіз режимге көшкен кезде ол көптеген нәрселер ойлап табады екен. Мысалы ваннада Архимед күшін ойлап тапқан Архимед, сол зейінсіз режимде өзінің Архимед күшін ойлап тапқан екен. Сол нәрсе көбірек өмірімізде әсер етеді деп ойлаймын. Үзіліс жасай білу керек. Жасай білу керек. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма маған? Енді бір сұрақ қойсам деймін. Енді жалпы осы жерде айтып кетейінші. Пайдалы болды деп ойлаймын. Маған өзіме де пайдалы болды. Оқушыларымның осындай тепе-теңдікті ұстауы, яғни сабақ пен өздерінің қызығушылықтарын, яғни хоббиларын тепе-теңдікте ұстау арқылы олар не істейді екен, зейінді режимнен зейінсіз режимге ауысады, немесе өмірлерін қызықты өткізеді деуге болады. Түсіндіре алдым да? Жақсы, онда жалғастырайық. Енді сізге бір сұрақ қойғым келген. Қазір біз Айқанатта оқимыз да. Айқанат ол қалай айтсақ болады, орманның ішінде оқшауланған мектеп та, яғни сыртқы ешқандай қаламен байланысы жоқ, орманның ішінде бурабайда орналасқанбыз. Және осы Айқанатқа сіздің ұстаз болып келуіңіз сіздің жеке өміріңізге қалай әсерін тигізді? Яғни мүмкін болашақ келетін ұстаздарға да осы әңгіме мүмкін пайдасын тигізер, мүмкін Айқанатқа жоспарлап жатқан ұстаздар да соны ойлап қалады. Өте керемет сұрақ. Маған негізінде табиғат ұнайды. Мына социумның адамымын да, бірақ табиғатқа өте жаным құмар. Сондықтан маған бұл жақ изоляция дейді ғой, өзіме қатты ұнайды. Біріншіден. Екіншіден, осы мектептің салушы, негізін қалаушы Айдын Рахымбаев ағамыз, ол кісі осы мектепке келмей тұрып, ол кісінің кітабын оқыдым. Айрон мен Кона, білетін шығарсыздар, жүгіруге қатысасыздар ғой. Сол кітабын оқыдым, 3 сағаттың ішінде ме, 4 сағаттың ішінде меломанда оқып тастадым. Сосын ойладым, не деген керемет кітап дедім да. Және де ол кісінің жасы менің анаммен жасты. Сосын ойладым, вау, осындай жаста және Айронменге қатысу шынымен де темір адам ғой бұл кісі деп ойладым. Сосын енді бұл кісі білем, BI групптың негізін қалаушылардың бірі. Мен айттым, мына кісімен көріп кездескім келеді дедім. Сол кезде меломанда отырып кездескім келеді, немесе бұл кісімен жұмыс жасағым келеді дедім. Ол кезде Айқанат жоқ мүлдем. Ол кезде Назарбаев мектебінде жұмыс жасап жүрмін. Сосын жарайды деп сол бетті ұмытып кеттім. Сол кісінің, мен негізінен жүгіруді жек көретін адаммын ғой. Сол кісінің кітабының арқасында мен алғаш рет марафонға қатыстым, 10 километр жүгірген адаммын. Сөйтіп медалімді алғанмын, иә. Содан кейін сол Назарбаев мектебінде жұмыс жасап жүріп, Айқанат мектебінің салынатынын естідім. Сол кезде және де оны мен енді ол кітапты оқып алғаннан кейін Айдын мырзаның инста парақшасына жазылғанмын ғой, Айқанат мектебін саламын деді де, вау, қандай керемет дедім да. Енді ананың проектісін естіген кезде, дедім, керемет екен деген сияқты, осы жерде жұмыс істегім келеді дегендей. Енді мен ойладым, енді басында құрылыста жұмыс жасап жүрді, мен мұғаліммен құрылысты қалай біріктіремін, мен сонда мұғалімді тастап бұл кісімен жұмыс жасауым керекпін ба деп ойладым да басында. Одан кейін ол кісі өзі кетті десең, мектеп білім саласына осы мектепті салды. Сөйтіп осы мектепке келдім, қарап тұрсаң, осы жақта бірге жұмыс жасап жатырмыз деуге болады. Ол кісі менің мотиваторым болды. Қазір соңғы уже 3 жылда менің мотиваторым ол кісі жасаған мектептің оқушылары, яғни сіздер менің мотиваторым. Яғни мені алға сүйрелейтін, мысалы сіз волейболға қатысасыз. Мен сіздің волейболға қатысуыңызға қызығамын. И ана білесіз ғой, вау, керемет, Ердана, жарайсыз деп андай болельщик болып отырамын ғой. И мен сол арқылы өзімде қызығамын да. Мен де Нұржан ұстаздың менің жаттықтырушым ғой, қарап тұрсаңыз. Сіз ән айтасыз, маған ән айтқан ұнайды деген сияқты ғой.
сөйтіп мен сіздердің әрқайсыңыздан бір мынаны істеп жүр ғой, біліммен сабақпен қатар мына қызығушылығын алып жүр, күшті ғой, осы оқушылар алғанда мен ала алмаймын ба деген сияқты. Яғни сіздер маған керісінше шабыттандырушы осы жердегі неме адамсыздар деуге болады. Яғни Айқанатқа келсеңіздер, оқушылар сіздерді шабыттандырады десем бола ма? Керемет толық жауап болды. Жалпы қуанып отырмын біріншіден. Мына подкаст арқылы көптеген қырларымыз бен сырларымыздың құпияларымыз ашылып жатыр. Шынайы андай беріліп сөйлесіп әңгімелесіп жатырмыз. Осы орайда екінші сұрақты қойғым келеді сізге. Жалпы осы оқу жылынан бастап сіз құндылықтарға негізделген білім беру жүйесін деген идеямен сабақтарыңызды бересіз. Жалпы осы идея қайдан келді, қашан басталды? Біздің мектебіміз негізі құндылықтарға негізделген, Абай атамыздың құндылықтарына негізделген мектеп қой. Бұны біз негізінде құндылықты сабақ барысында береміз, бірақ жасырын береміз. Былтыр 25 мамыр соңғы қоңырау сахнада айтып жатыр, құндылыққа негізделген мектеп деп марапаттап жатыр ма, сол мақтап жатыр мектепті ше. Одан кейін арт жақта бір оқушылардың ортасында отырдым, ұстаздармен бірге емес, оқушылардың ортасында арт жақта отырдым. Бір кезде өзімнің оқушыларым, фиксиктердің біреуі айтады, қандай құндылық дейді да, не ол құндылық деген деп, қандай құндылықпен өтіп жатырмыз сабақ, қандай құндылықты артып жатырмыз деді. Сол кезде мен таң қалдым, менің ашуым келді. Қалай деген сияқты беріп жатырмыз ғой сабақты құндылыққа негізделген, еңбекқорлық болсын, табандылық болсын, кемелдену болсын, денсаулық болсын, оны сабақ кезінде береміз, бірақ жасырын түрде. Әрбір ойынмен сабақ барысында кетіп қалады. Сосын ойладым, 25 мамырда бұны жайдан жай естіп отырған жоқпын дедім, бұл сөз. Бұл оқушылардың сөзін жайдан жай естіп отырған жоқпын. Бұл маған білуім керек, значит, бұндай нәрсе бар. Мысалы, сіз білуіңіз мүмкін, сіз білуіңіз мүмкін құндылықты, а басқа біреу құндылықтың не екенін білмеуі мүмкін. Оны дарытып жатса да бойларына білмейді. Сондай болды. И сосын ойладым, қой, келесі оқу жылына маған мақсат, келесі оқу жылының басынан бастап мен прям құндылықты, мысалы сабақ өттік па, сіз мынандай құндылықты дарытып жатырсыз деп оқушылардың барлығына айта беретін боламын дедім. Өздеріңіз білесіз, сабақтың соңында немесе ойыннан кейін айтамын ғой, мына ойынның барысында қандай құндылықтарды дарыттым деп ойлайсыздар деп өздеріңізден сұраймын ғой. Яғни осы арқылы сіздер де уже білесіздер. Былтыр маған құндылық туралы айтпайтынсыздар сіздер. Биыл айта бересіздер, ұстаз, құндылық, физика құндылық деп айтасыздар ғой. Яғни менің практикамда өткенде, яғни құндылықты енгізіп жатқанымды сабақ барысында оны айтқаным дұрыс екен. Солай осы жылдан бастап кәдімгідей енгізіп жатырмын. Сіздер құндылықтарды жатырсыздар деп. 25 майдағы ашудан, ызадан туылған ба сондай идея менің түсінуімше? Иә, сондай болды. Егер ол естімеген кезде мен солай жасырын түрде бере беретінмін. Негатив нәрседен жақсы нәрсе шығарып отырсыз да. Иә. Жалпы осы орайда жауаптарыңызға толық қанағаттанып отырмын. Екінші сұрақ болады менде. Инстаграм желісінен Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам деген жалпы мектеп ашылды. Естідіңіз. Иә, Шымкент қаласында ашылған екен. Және де Инстаграм парақшамда, жалпы Инстаграмды мен өзім ортаға айландырғанмын ше, сол жерден өзім білім аламын десем де болады, екінші бір ортам. Ескем Бестай ағамыз қарасам да подкасттарын, сол білім мен тәрбиені қатар береді да. Жалпы осы нәрсенің, осы идеяның қалай туылған, Айқанат мектебіне қалай келген қызықты маған. Негізі біз бірінші бастадық қой. Яғни 2020 жыл ма? Біз келгеннен басталды. Біз оны бір жыл бойы сонда көрмей жүргенбіз да. Сіз ашып айқындап осындай құндылық бар, сіз осындай құндылықтарды бойларыңызға тартып жатырсыздар дегеннен кейін ғана біз таныған сияқтымыз құндылық деген нәрсені. Қуаныштымын. Сол үшін сізге рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Әлде аяқтаймыз ба? Сол, сіздер де осы құндылықты бағалап дарытып жатқандарыңызға рахмет. Осымен сұхбатымызды аяқтайық. Сау саламатта болайық. Рахмет. Сау болыңыздар.